Қажымұқанның жан тапсыруы. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қайтыс болғанда қасында болған Есболдың естелігінен. Ол кезде біз Темірланның жоғарғы жағындағы Борылдай өзені бойындағы Көкорай шалғында жазғы киіз үйде отыратынбыз. Таңғы сағат 4-5 шамасында палуан атам «Есбол тұр, арбаны жек» деп оятты. Мен тұрып киініп қарасам, палуан ата киіз үйдің керегесінен қос қолдап ұстап тізерлеп отыр екен. Палуан ата енді маған «Тез молданы шақыр» деп бұйырды. Мен барып молданы шақырып келдім. Палуан ата молдаға «Тездет, оқитыныңды оқы, менің шлямды түсір» деді. Молда түсінбей «Қой, палуан, сен өлгенше бәріміз қырылып қалатын шығармыз» деп әзілдегісі келді. Палуан ата «Оттамай тездет» деп бұйырды. Молда дем салған кезде палуан ата сылқ етіп құлап түсті. Бірден жүріп кетті. Палуан атаның денесін жерлеуге киіз үйді бұзып барып әрең шығардық. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ қақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты 20 ғасырдың басында түрік халықтарының ішінде қазақта ғана болған. Ақпарат Ғаламтор желісінен алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.